Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Нұрзена, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тауық етін көкөністермен бірге банкада пісіретін боламыз. Банкамыз ешқандай да жарылып немесе сынып кетпейді. Тек 1-2 ережелерді ұстап отырсаңыз, сізде де осындай керемет тауық еті пісіп шығатын болады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге 1,5 келідей тауық еті қажет болады. Мен осылай ірілеу етіп турап алдым. Бір бас пиязды майдалау етіп тураймыз. Картоптарымызды да орташа көлемде осылай турап шығамыз. Сәбізді де кішкене жұқалау етіп тураймыз. Қызанақ пен болгар бұрышында майдалау етіп тураймыз. Сарымсақты үккіштен өткіземіз. Ең алдымен тауығымызды маринадтаймыз. Ол үшін 1 шай қасық толы тұз және 1 шай қасық толы ұнтақталған тәтті паприка қосамыз және дәміне қарай қара бұрыш себелейміз. Жарты шай қасық кориандр саламыз. Үккіштен өткізілген 4 тіше сарымсақты саламыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Турап алған көкөністеріміздің үстіне де кішкене тұз себелеп шығамыз. Ал енді банкамызды дайындаймыз. Менің духовкамның іші кішкентай болғандықтан осындай 1 литрлік банкілер қолдандым. Сіздің пешіңіз үлкен болса, 1-ден 3 литрлік банканы қолдануға болады. Ең алдымен осылай сары майды салып шығамыз. Одан соң тауықтарымыздың жарты бөлігін саламыз. Ұсақтап турап алған пиязымыздың да жартысын салып шығамыз. Келесі кезекте үстінен сәбіз саламыз. Және болгар бұрышы мен қызанағымызды саламыз. Үстінен картоптарымыздың жартысын саламыз. Тура жаңағыдай рет бойынша етімізбен қалған көкөністерімізді салып шығамыз. Барлығын осылай салып дайындап алғаннан кейін банкамыздың бетін фольгамен жабамыз. Ауасы шығып тұру үшін кішкене тесеміз. Дайындап алған банкаларымызды салқын пешке саламыз, яғни духовканы алдын ала қыздырмаймыз, өйткені банкамыз жарылып кетуі мүмкін. Осылай салғаннан кейін ғана барып пешімізді қосамыз. Пешімізді 160 градусқа қоямыз және 1,5 сағат пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай шырыны бөлініп, керемет болып пісіп жатыр. 1,5 сағаттың ішінде біздің тауық етіміз осылай пісіп шығады. Енді ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Гарнирмен ұсынсаңыз да, немесе құр өзін ұсынсаңыз да болады. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің тауық етіміз бен көкөністеріміз өте жұмсақ, әдемі болып және шырыны мол болып бөлініп, керемет болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Менің видеоларым сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда көптеген рецепттер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзена.